Сәлем достар, бүгін біз жаңа пост каргосына тіркелуді, отслежка жасауды, жеке куәлікті тіркеуді үйренетін боламыз. Ол үшін Play Market'тен немесе App Store'дан жаңа пост приложениясын скачать етіп аламыз да, приложенияны ашып кіреміз. Кірген кезде осылай шығады. Бұл жерге өзіңіздің телефон номеріңізді жазасыз. Кіру батырмасын басамыз. Телефон номеріңізге 6 сандық SMS код келеді. Сол кодты осы жерге енгіземіз. Болды, біз жаңа пост приложениясына тіркелдік. Енді төменге қарасаңыздар, 5 иконка тұр, яғни 5 бөлім. Осылардың әрқайсысымен жеке-жеке таныстыратын боламын. Бірінші бұл басты бет, яғни жаңа пост приложениясы туралы ақпаратты осы жерден оқып танысып алсаңыздар болады. Каргоның тарифі 1 килограммға $455. Мына жерде Қазақстан бойынша барлық бөлімшелердің мекенжайларын біле аласыздар. Қазақстан бойынша бұл каргоның 68 бөлімшесі бар екен. Жаңа пост каргосы Pinduoduo'мен ресми серіктес болып жұмыс жасайды. Екінші бөлім бұл тапсырыс бөлімі. Яғни сіз өзіңіздің товарыңыздың қайда келе жатқанын, өз қалаңызға қай уақытта келгенін, Алматыға қай уақытта келгенін барлығын көріп отырасыз. Күтілуде дегенге кіретін болсақ, бұл сіздің товарыңыз Қытайдың складына әлі жетпеген. Екінші қоймада, егер товарыңыз осы жерде тұрса, онда ол товар Қытайдың складына келді. Үшінші жолда, яғни Қытайдан Қазақстанға кетті дегенді білдіреді. Егер Алматының складына келсе, онда Сұрыптау деген жерде көрініп тұрады товарыңыз. Егер товар өз қалаңызға келсе, онда ол бөлімше бөлімінде тұрады, және оның қасында сөреде деп жазылып тұрса, онда товарыңызды барып алып кете берсеңіз болады. Хабарлама бөлімі, яғни бұл SMS, сообщениялар бөлімі. Товарыңыз жолда, қоймада, бөлімшеде деген сияқты SMS-терді осы бөлімнен көре аласыз. Келесі мой профиль бөлімі. Осындай бет шығады. Бұл жерде енді өзіңіздің удостоверениеңізді тіркеп верификациядан өту керекпіз. Ол үшін алушылар тізімі, жаңа алушы қосу. Осы жазудың үстінен басып кіреміз. Мен удостоверениемді тіркеп қойғанмын, сондықтан осылай шығып тұр. Ал сіздерде пустой бет, дерек жоқ деп жазылып тұрады. Өзіңіздің удостоверениеңізді тіркеу үшін төменде тұрған жаңа алушыны қосу батырмасын басамыз. Осылай шықты. Енді бұл жерге жеке куәліктің алдыңғы көрінісі жазуының үстінен басамыз да, куәлікті суретке түсіреміз, немесе галереяңызда бар болса, соны жүктей саламыз. Енді жеке куәліктің артқы көрінісі жазуының үстінен басамыз да, куәліктің артқы жағын суретке түсіреміз. Енді төмендегі жалғастыру батырмасын басамыз. Бұл жерде әркім өзінің облысын, қаласын, ауданын таңдайды. Екіншісіне өзіңіздің мекен жайыңызды жазасыз толығырақ. Үшіншіге телефон номеріңізді жазып, дайын батырмасын басып, жалғастыру батырмасын басамыз. Енді қолтаңбаны салуды басып, осы жерге өзіңіздің подписіңізді қоясыз. Сақтау батырмасын басамыз. Тағы да жалғастыруды басамыз. Болды, біз удостоверениемізді тіркедік. Осылай көк жазумен тексерілуде деп тексерілуден өтеді. Ал егер тексерілуден өткен соң осындай жасыл галочка тұрады. Артқа шығамыз. Енді бөлімше өзгерту бөліміне кіреміз. Бөлімше өзгерту деген, яғни бұл сіздің қалаңызда 2 немесе 3 склад болса, онда сіз өзіңіздің үйіңізге жақын складты таңдай аласыз. Ол үшін маңайда дегенді бассаңыз, міне сізге жақын складтардың адрестері шықты. Біреуін таңдайсыз да, қасына галочка қойып қоясыз. Сосын төмендегі бөлімше өзгерту деген жазуды басасыз. Келісемінді басамыз. Жалғастыру. Бұл жерде өзіңізге ыңғайлы тілді таңдайсыз.
Товардың қайда келе жатқанын білу үшін бізге трек-кодты енгізу керек. Ол үшін Pinduoduo сайтына кіреміз де мой профиль бөліміне өтеміз. Грузовиктің суреті тұрған бөлімді таңдаймыз. Тапсырыс берген товарыңызға кіресіз. Жоғарыда грузовиктің суреті тұрған жасыл жазуды басамыз. Мынау жазу сіздің трек кодыңыз. Ал оң жақтағы жазу бұл скопировать деген сөз, яғни осының үстінен басып, трек кодымызды скопировать етіп аламыз да. Жаңа пост приложенияға кіреміз. Жоғарыдағы поиск батырмасын басамыз. Трек код деген жерге жаңағы скопировать етіп алған трек кодымызды вставить етеміз. Және дон деген көк жазуды басқан кезде осында деректер шығады. Артқа шығамыз. Міне менің товарым қоймада бөлімінде тұр. Осыған кіреміз. Міне менің товарымның салмағы шықты. Яғни осы товарға мен алатын кезде 851 теңге төлейтін боламын. Осылайша сіз товардың салмағын жаңа пост приложениясынан көре аласыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Жаңа пост арқылы қорықпай заказ бере беріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.